Сәлеметсіздер ме? Қазір біз How2iHanet деген сайттан файлдарды анықтап, папкаларды анықтап, компьютерден, жесткий дисктардан қажетті емес файлдарды жүріп тастауға арналған программаны лақтырып алатын боламыз. Программаның аты History деп аталады. Неге кіргеннен кейін сайтқа жазып іздейміз, сосын лақтырып аламыз. Лақтырып болғаннан кейін сохранить етіп установить ететін боламыз. Установка қарапайым түрде, ешқандай не жоқ, күрделілік жоқ. Жай қарапайым түрде орнатылады. Тіл таңдаймыз. Келісеміз. Сосын дискімізді таңдап, керек пункттерді қаласақ дискіге қойып, қаламасақ алып тастап, сосын дарияны басып установить етеміз. Запускать етеміз. Жоғарыдан дискімізді таңдаймыз өзіміздің. Анализді басып, файлдарды қараймыз сосын. Байқап отырсаңыздар, астында түрлі түсті 4 бұрышты нелер берілген блоктар. Оң жақ бетінде файлдың түрлері, сол жағында папкалар немесе файлдар. Файлдың типтерін астындағы блоктарға қарап, қандай файл қандай орын занимать етіп тұр, соны бақылап алсаңыздар болады. Мысалы, төменде тұрған менде үлкен сары файл, үлкен системный файл болып шықты. Өшіруге болады да, бірақ компьютерге кері әсер болуы мүмкін кейін. Сосын мен қалдырдым. Қалдырған дұрыс. Басып көріп, осылай қандай файл, қандай орын алып тұр, сол жақ бетінен қарасаңыздар болады. Осы жерден файлды таңдап, показать папку проводника дегенді басып, осы жерден өшіріп тастасақ та болады, немесе оған кірмей-ақ жоғарыға файлға барып, окончательно удалить етіп тастасақ болады.